Алматыда ешқандай туысқаным жоқ. Жұмыс іздеп сандалып 2 аптадай жүрдім. Соңында бір мейрамханаға жұмысқа тұрдым. Бұл жақта той болса, даяшыларға жақсы ақша береді екен. Ауылдағыдан жақсырақ. Содан түні бойы тойда даяшы болып, күндіз келіп ұйқының планын орындайтынмын. Қанша уақыт өткенін әйтеуір біраз ақша жинап, ішіп жеміме де, пәтер ақыға да, ата-анама да қарасып жүрдім. Анам бір күні сағындық, келіп кет деген соң ойланбастан бірден жолға шықтым. Автобусқа отырып, жайғасып, құлақ қапты құлаққа салып, мұңды әуендер тыңдап келемін. Жеткенше біраз жол, алдағы өмірім не болар екен деп ойланып қоямын. Күтпеген жерден біреу алып қашып кетсе не істеймін? Өмірімде өшпес дақ бар ғой. Ата-анамды зар қақсатып, ұятқа қалдырып жүрмесем болғаны. Жоқ, ондай жағдай болса, бірден кетіп қаламын. Тұрмысқа мүлдем шықпаймын. Иә, тұрмысқа шықпаймын. Ең дұрыс шешім осы. Ауылымызға да жеттік. Түсіп бауырларыма тәттілер алып қуанып, үйге қарай жол тарттым. Олар мені күтіп қуанып отырған болар. Ойланғанымша болмады, бір машина жүйткіп келіп тоқтады да, малды салып алғандай мені көліктің артына салып алды. Айқайлап жылаумен болдым. Қатты қорқтым. Бұл ойды неге бүгін ойладым екен? Қарғыс атқыр, неге мені алып қаштыңдар? Басқа қыз құрып қалдым. Машинамен жүйткіп ауылымыздан ары 2 ауылдан асып, бір үйге кіріп келді. Адамдар топырлап жиналып алған. Әйел кісілер шашуларын шашып, үлкен қарт кісі орамал жауып жатыр. Қарсыласып машинадан түспей қатты қорқып қалдым. Үйдегілерге кешірімшілер жіберді. Мен отырмын жылап. Жігітті тіптен танымаймын. Біраз уақыттан соң қырғын болып, ұятты жағдайда қалатыныма сенімді болып отырмын. Себебі ауылдан алыс емес. Ауылда жүрген жігіттерімнің бірі болмаса, бірінен мен туралы еститіні анық. Анам мен әкем келіп мені алып кетсе екен деп Құдайдан тілеп отырмын. Анам мен әкем келді. Анам жылап мені құшақтап алды. Мен де жылап ентігімді баса алмай, анашым кетемін, қалмаймын, кетемін дей бердім. Алып кетеміз, қорқпа, алып кетеміз деп мені сабырға шақырып жатыр. Кенет біздің сыртымыздан бақылап тұрған әкем қаласың деді. Қатқыл үнмен жүзінде ашу. Жәутеңдеген жанарларыммен әкеме қарап үнсіз ғана жылай бердім. Ішім алай-дүлей. Әкемнің бұл ісіне қатты өкпеледім. Анам да әкеме қарап ашумен неше түрлі әңгімелер айтып жатыр. Ішім алай-дүлей боран болып жатқан менің айтарға сөзім болмады. Әкеме, неге олай еттіңіз? Дедім. Әкем, бізді жерге қаратып әр жерде жүргеніңше біреудің үйінде отыр. Алып қашқаны дұрыс болды. Енді ұятқа қалмаймыз. Одан соң үйренісіп кетесің деді. Анам да мен де таңғалып қалдық. Менің ішкі түйсігім барлығын түсініп үлгерді. Ал анам байқұс ештеңе түсінбей, маған бір, әкеме бір қарап, жанарлары жасқа толды. Сөйтсем әкемнің құлағына бәрі жеткен екен. Бұлай мүлдем ойламадым. Анам мен әкем кетіп қалды. Енді не істеймін деп соңдарынан қарап қалып қалдым. Ертеңгі күнім не болар екен деп қаншама нәрсе ойлап шықтым. Қорыққаным сонша аяқ қолым дірілдеп шошып жатырмын. Ұйықтамай шықтым. Күнде түнде өте шықты. Беташарға дайындық болып жатыр. Не істесем екен, қашып кетейін бе деген ойлар да келді. Әр нәрсені ойлап миымда шимай шатпақ болып жатқанда, мені беташарға дайындап, әйел кісілер келіп киімімді ауыстырып, ақ орамал жауып жатты. Сәл уақыттан соң келін боламын. Бірақ келін деген атқа лайықты бола аламын ба? Әйелім деп айтуға лайықты адам бола аламын ба? Беташарым да пәк күйімде өз-өзіме сенімді күйде шыққанында ғой. Жас күнімдегі қателіктерім осыншама қиындық алып келеді деп мүлдем ойламадым. Шыны керек. Беташар болып жатты. Екі жақтағы екі жеңгенің сүйемелдеуімен сәлем салып тұрдым. Соңында бетімді ашып, ене мен күйеуімді алғаш рет көрдім. Беттеріне қарауға ұялып, қолдарым дірілдеп кетті. Қатты қобалжыдым. Бір жақтағы жеңге қобалжыма, ондай болады, өзің тұста деді. Енем маңдайымнан сүйіп, құшағына қысты. Жүзі жылы, мейірімді көрінді. Беташар бітіп, көйлек орамалдарымды тағып тірлікке кірісіп кеттік. Түн болмай-ақ қойса екен деп, болмайтын нәрсені қиялдап әйтеуір ары-бері жүрмін. Барлығы біткен соң бір жеңге төсек салып берді. Әппақ ақ жайма жайып, ақ көрпе мен әппақ жастықтар қойып қойды. Мен шыдамай сыртқа шығып кеттім. Күйеуім үйде мені күтіп отырды. Ұйықтағанда бірақ кірермін деп ойладым. Жайлап кіргенімде қимылдамай жатқан оның жанына барып жайлап жатып қалдым.
бірақ ол ұйықтамапты. Көптен күткенде ұйықтап жатады дейсің бе деп қанша қаламасам да күштеді. Қатты жыладым. Ол әрине бәрін білді. Жарықты жағып қойды да тапжылмай отырды. Ұялып не істерімді білмей бар қолымнан келгені жылау. Не ойлап отыр екен деп сөйлейін десем де бата алмай, ол маған жауап қатқанша мен де отыра бердім. Бір уақытта жарықты өшірді де жатып қалды. Мен де жатып қалдым. Ертесіне ертемен тұрып тірлікке кірістім. Ата-енем маған қарап мәз. Келін алғандарына қуанышты. Кел отыр, бізбен бірге шай іш деп тірлік істеп жүрген жерімнен отырғызып қойды. Сонан соң кешегі төсек салып берген жеңгеміз келді. Барып бөлмеге кіріп кетті. Күйеуім әлі ұйықтап жатқан. Бір уақытта шықты да, таза нәрсе келмепті. Тазасын аулауларыңыз керек еді. Басқасын таңдауларыңыз керек еді деді. Екі бетім парт қызыл боп тыпыршып кеттім. Атам мен енем отырса да сондай әңгіме айтты. Жеңгеміз соны айтты да кете барды. Енем нан ауысты десе де керек емес, маған берген ақшаларыңыз да таза емес болатын болды ғой. Уф деп кетіп қалды.